Сәлем достар, сіздермен ғажайып әлем арнасы. Бәріміз білетіндей, ақш әлемдегі ең мықты дамыған елдердің бірі. Қазіргі таңда әлемнің әр жерінде болып жатқан әртүрлі қақтығыстар ақштың қатысуынсыз өтпейді. ақш қалай аз уақыт ішінде өте мықты державаға айналғанын білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Бүгін біз Америка құрама штаттары жайлы қызықты мәліметтер айтамыз. ақш өзінің тәуелсіздігін 1783 жылы Ұлыбританиядан алды. Елдің бірінші президенті болып Джордж Вашингтон сайланды. Содан соң ақш өте тез дамыды. Жылдам даму үстіндегі ақшқа өз жерін кеңейту керек болды. Сондықтан ақш 1819 жылы Испаниядан Флорида штатын $5 миллион сатып алады. Ал 1867 жылы Ресейден Аляска штатын сатып алды. Сол кезде Америка өзінің күшін көрсету үшін көптеген өзінен әлсіз елдерді жаулап алады. ақш 1898 жылы Кубаны, Филиппинді, Гуамды, Гавайды басып алады. Ал 1900 жылы Самоаны басып алды. ақштың халық саны 1915 жылы-ақ 100 миллионға жетті. Ал екінші дүниежүзілік соғыста ақш Жапонияны ойсырата жеңеді. Соғыстан соң Америка құрама штаттары Біріккен ұлттар ұйымын құруға көп күш жұмсады. Одан кейінгі жылдары ақш НАТО-ны да құрды. Бұл уақытта ақш ғылымда да өте көп өзгеріс жасады. 1969 жылы америкалық ғарышкер Нил Олден Армстронг айға қонады. Ал қазіргі ақшқа келетін болсақ, астанасы Вашингтон қаласы болғанымен, Америкада бұл қаладан да ірі Нью-Йорк, Лос-Анджелес секілді қалалар көп. Елдегі халық саны 331 миллион. ақш жер көлемі бойынша әлемде 4-ші орында. ақш туының дизайнын 1958 жылы 17 жастағы оқушы жасаған. Бұл Роберт Хефтің үй тапсырмасы болған екен. Бір қызығы, ол өз жұмысы үшін 4 деген баға алған. Орташа есеппен алғанда Америкада жылына 1000-дан астам торнадо болады. ақшта балалардың 40%-ы некеден тыс туылады. Америкада халықтың 67%-ы артық салмақтан зардап шегеді. Ал сіз үшін ақш қазіргі таңда әлемдегі ең мықты дамыған мемлекет пе? Пікірге жаза кетіңіз. Және де келесі қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойыңыз.